Урматтуу мусулман бирдиги, жегиле, ичкиле исраф кылбагыла дейт. Исраф деген сөз шариаттын чегинен чыккан нерсе. Бүгүнкү күндө эң көйгөйлүү маселелерден кур намыс калып ар бир жасаган ишибизде Аллах Таала кабыл болуу үчүн Аллахтын астында кабыл эки эле шарт бар. Биринчи шарты калыс Аллахтын ыраазылыгы үчүн. 3 жылык кылып атасыңбы? 40 кылып атасыңбы? 53 кылып атасыңбы? Кара кийим агач деп атасыңбы? Ошол шариятта барбы жокпу? Қалыс Аллахның разылығы үшін қыласың. Bir. Екіншісі, шариатқа көрсеткен жол менен қыласың. Шариатта жоқ десең не қыласың? Сен ошо жылқыңды сойып атканда, бодомалды сойып атканда, Аллахның разылығы деп атасың, ел не дейт дейсің бе? Бұл қалт не дейт дейсің? Анда сен соңыңды қалттан аласың бе? Сен Аллах Таала не дейт? Аллах шариатта ушуну көрсөткөн бе? Шариатта жыл деген барбы? Шариатта 53 деген барбы? Шариатқа қарайлы да. Эмнеге елден эме кыласың? Урматтуу мусулман бирдигин, айыл өкмөтүңөр дотацияда отурса, кур намыс кылып көчөлөрүңөр лай басып жатса. Иза мата ибн Адам инқата анху амалиллаhi min salas. Адам баласы баары өлөт, мен де өлөм. Өлгөнүбүздөн кийин сен үчүн эч ким намаз окубайт. Сен үчүн эч ким орозо кармабайт. Бизге бара турган сооп токтойт. Бирок 3 нерсе жетет. Биринчиси садака жария. Садака жария атаңа сооп болсун деп атасыңбы? Энеңе сооп бер, көпүрө оңдоп кой. Сел келген жолду тосуп кой. Дара көчөт отургузуп кой. Жол салып кой, жолду оңдоп кой. Соо кимге тийсин? Атаңа тийсин. Таза суу чыгарып кой. Анан суу чыкпайт бизден деп ариске проект жазасың. Мечитибиздичи. Мен бана лиллахи масjid бараллаху лаху байтан фил жанна. Ким Аллах үчүн мечит салса, Аллах Таала ал адамга бейиштен үй салат дейт. Шу мечитибиз мисалы көп дегенде $30,000. 30 жылқы деген сөз. Bir жылда айылыңарда 30 жылқы жөлле сойылып кетет. 30 жылқыны жийип мечитибизди өзүбүз салбай арабтарга салабыз. Анан кийин шариатта жок нерседе жарышабыз, атандашабыз. Жөнөкөй кээ бир жерде суу чыгар, $500 суу чыгат. $1000 суу чыгат. Бирөөнүн эле чыктаган, мен кечиресиңер. Мен жана жылдык кылбаймын. Мен атама соо тийсин деп ушул жерден элге суу чыгарып берем. Жигиттер барбы? Барбы? Эмнеге ошону ишти кылбайбыз? Соопторубузда бирөөлөргө берип отурабыз. Болбогон нерседе атандашабыз. Шариатта жок нерсе деме кылабыз. Эмнеге исраф кылабыз? Исраф деген сөз. Карыз кабала менен кудуретиңе жараша кылбайсыңбы? Болуптур, ошондой эле хайыр ихсан кылам десең, 3 күндөн кийин бир колуңдан келген бир кой менен кылып кой. Ошо атаңа арнаган тыйын тыпырдап келип медресеге берип кой. А медреседе дамыл өздөрүгө чакырып атат деп, мектебиңди оңдоп кой. Köprü salıp koygula. Muhtaçlık var mı ayılda şunday? Jol oңdоп koygula, şagıl töktürüp koygula. Ata baba ornatıp ketken, alar tikip ketken bardı, daraktарды kıyıp otun kılıp büttük. Alar üçün oturguzbayız. İran'dın bir padişası, karıgan aksakal bir yerde zaytun köçetini oturguzup atıptı, kıynalıp. Zaytun köçeti 10 yılda mömö veredi. İran'dın imparatoru padişası, can saksılarымен, askerlerime kelezip, aksakal karab, akıldan taygan aksakal ekensin da. Karaganda törüңнен көрүң жақын болып тұрса, тезірек mömö бере тұрған дараға отырғызбай, не зайтун көчетіне отырғызып атасың дейді. Ақсақал падишаға қарап, падишам дейді. Бізден мұрдағы аталар отырғызып кеткен mömöні жедік, мен де отырғызадан кейін бізден кейінгілер жесін дейді. Бұл данышман ақсақал екен. Желдетіп айтып тұр, бір қалта тилладан таштады, алтынан берді, саған берді. Қармап тұрып ақсақал айтып тұр, падишам, адамдардың зайтуны 10 жылда mömö берсе, менікі уже mömöсін беріп баштады. Бұл да ақсақалдың бұл сөзі ондан да қызық болып қалды. Дағы бір тилла таштады. Екінші қалтаны таштағанда қармап, падишам, адамдардың зайтуны жылына бір жолы mömö берсе, менікі екінші жолы mömö беріп отады. Бұл күлкі, бірақ тамаша, шындыққа жанаша. Біз ата-бабалардың отырғызған бар дарақтарын қиып бүттік қой. Неге бана жас келді, жарыш алемін. Неге жарышабыз? Мен чоң жылқы сойдым, мен бодомал сойдым, паланча 6 қой сойды емес. Жарышқаны васариу иля магфиратин мин раббикум ва жаннатун ардуха самавати вал ард уиддат лилмуттақин. Алладан қорққан тақвадарларға даярдалған асман жерден кенен болған 500 жарыш қыла дейді. Бұл дүниенің үстінде жарышсақ, мен мынча күріш алдым, мен мынча мал қылдым, мен мынча пақта алдым.
Бұл дүниенің артынан қанша жарыссақ өлгөнүбүздө бұл жер бізге 2 метрден башка еш нәрсе бербейді. 2 метр жер береді. Аллах үшін жарыссақ, соғып жолында жарыссақ, асман жерден кенен бейішке болуыз. Келіңіздер, урматтуу мусулман биртоқ. Кеде ойлонуп өзүбүз тура берели да. Бұл жасап атканыбыз туурабы? Шуну кыла десе, сразу биринчи эме сөз ушуда, эл эмне дейт дейт. Бұл кол кош эмне дейт дейт.